Сәлем баршаңызға. Бүгінгі видеода мен сіздерге осындай қызғалдақ және де үш бұрышты етіп самсаларды түюді үйрететін боламын. Ең алдымен бізге фарш, одан кейін пияз, сарымсақ, дәміне қарай тұз, бұрышын, майын араластырып біз начинкасын жасайтын боламыз. Фарш менде говяжий, өздеріңіз куриный, любой начинканы қоса берсеңіздер болады. Осы кезде өзім қолданатын лайфхакпен бөлісейін. Самсаның любой мысалы мантаның начинкасы езіліп кетпес үшін, суы ағып кетпес үшін біз оны холодильникте ұстайтын боламыз. Қолданардың алдына дейін холодильникке саламыз. Яғни барлығын жақсылап араластырып аламыз да осы начинкамызды бетін жауып тоңазытқышқа қойып қоятын боламыз. Менде дайын тесто, өздеріңіз қолдан жасасаңыздар да болады. Бұны жібегеннен кейін мен 3 бөлікке бөлдім. Каждайын осылай оқтаудың көмегімен жайып алатын боламын. Өздеріңіз қалауларыңызша жайсаңыздар болады. Мен еще қазір қалыңдығын көрсетемін, қандай болу керек. Тым жұқа немесе тым қалың болмау керек. Барлығы біркелкі, бір қалыпта болғаны өте жақсы. Міне қалыңдағы осындай қылдым. Өстіп жасасаңыздар болады. Және де қажетті формаға осылай дөңгелетіп аласыздар. Тым кішкентай болса, кішкене жайып жібересіздер мен сияқты. Мен сіздерге қазір осындай қызғалдақ сияқты түйілу жолын көрсетіп жатырмын. Начинкасын көп салмаңыздар, себебі сыртына шығып кетеді. Үлкен қылып жайып, жаңағы дөңгелек қылып, сосын ортасына начинкасын аяғымен салсаңыздар да болады. Мен шағында болып бір жегенге, бір тістегенге ыңғайлы қылып жасап жатырмын. Міне осылай жасап аласыздар барлығын. Міне осындай болып шығады. Қалғандарында осындай етіп жасаймын деп ойлағанмын, бірақ ойлап қарасам, кішкене ұзақта уақыт алады. Сол үшін өзіміздің үйреншікті осындай 3 бұрыш қылып түйіп жасап шықтым барлығын. Өте әдемі көрінеді. Столға қойған кезде ерекше болып тұрады. Көбісі осыны столға қойғанда бұл не нәрсе, самсама деп сұрайтын. Потому что басқаша түйілгеннен кейін адамдар ойлайды, бұл басқа нәрсе деп. Сарысын жұмыртқаның барлығына жағып шықтым да, бетіне кунжут септім. Өзіңіз қалауыңызша істесеңіз болады. 180 градуста 30 минут, 40 минут аралығында пісіріп алдым. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Айбибі.